Жақсылығын қайтарған құрбақа. Бағасы бір заманда, бір елде мекендеп анасы мен баласы өмір сүріпті. Олар жыртқан кедей екен, анасы егін егіп, егісте жұмыс жасапты. Ал қызы анасының қолқанаты болыпты. Ол өте еңбекқор болған екен, анасы қызын қанатқа қанша демал десе де ол демалмай, анасының жұмысын бәріне өзі істепті. Әрқашан қаннан бастаған ісін аяқтап, еңбектеп қашпады. Жауын жауып, күн ас үйде жұмыс жасап отырғаны кезде Ганнаның алдынан құрбақа біреу секіріп келіп, еш қорықпастан жайғасады. Түрі қара, сенсе толық сүйкімсіз бақа екен. Көзі сыртына бадырайып шығып тұрған бақа күлкілі көрінеді. Бірақ оның сыртына шығып тұрған өрнектей көздері өте қайырымды еді. Оның алдындағы кедей бақытты қарынның аш екенін Ганна оған аз ғана күріш салып берді. Сол күні бастап бақа ас үйден өмір сүреді. Қыз тамақ ішіп кезде бақаны тамақтандырады. Сөйтіп бақа оған бауыр басып қалады. Балаға бақа жай-жайден емен бауырында елестейді. Ол бақажан келе күріш же десе болды. Бір секіріп, екі секіріп, оның қасына жайғана. Содан ас үй тамақтарын жүретін бақа бір күні үлкен бақа болып өседі. Ол өскен сайын үлкен көп тамақ жейді. Ал Ганнаға өзіне тиісті тамақты түгел беруге тура келді. Сөйтіп қыз оған өзің тойып жемессің де өзің жейтін тамағын қоса беріп жүреді. Оның жанында жақсы көріп өседі. Сол кезде Ганнаның ауылында бір жаман құбыжық өмір сүрді. Адам мен аңданда бәрін сол құбыжықты жем болады. Сондықтан қай кезден бастап екені белгісіз ауыл адамдары құбыжық шығатын таудың алдына барып құрбақаны шулатып еді. Жыл сайын 7 айдың бірінші түн құрбақаны шаулады. Құрбақаны шалған кезде құбыжық шығар, оған бір отбасыдан бір қыз бала беріледі. Сол ауыл адамдары кезекпен қыздарды беріп келін жатты. Билі Ганнаның үйіне кезек келді. Құрбақаны дайындау қажет. Анасын жалғыз қызының құбыжыққа бергісі келмейді. Ойлай, жаны ауырады. Егер қызын бермесе, ауыл адамдары зиян шегеді. Енді не істейді? Амалсыз көнді құбыжық. Күн жақындай түсті. Қыз да күн бақа тамағына беріп өзімен өзі сөйлеп жүреді. Бақаның
танып отырып, енді біраз соң сағат тамақ берді. Алмаймын депті бақа. Қызының сөзін құлағындай көзіне жас алушы еді. Көзін бір жұмып, бір ашып қызды уайымдайды. 2 күннен соң құбыжық түні болды. Төсегінде жылы жатқан анасы, ақырғы рет қоштасқан қызы ауыл адамдарының соңынан еріп құбыжық шығатын жерге қарай жөнеледі. Көзін байлап тастаған соң ол ештеңе көре алмайды. Астындағы бақа оның артынан ерді. Бірақ қыз бала өзінің артынан бақа еріп келіп ойлауына ауыл адамдары құбыжықтың үнінің аузына гананы қойып, құрбақаның рәсімін жасап, орнынан тез жылыстап қалған қыз қорқады. Қолған бетін басын есінеп отырады. Сол мезетте үнінің асқырып бірін дауысты шығарады. Ол 40 аяқты құбыжық дауысы еді. Құбыжық ысылдап басын шығарып қыздың жұтып жіберейін деп жақындай түседі. Ол желуінге шақ қалды. Сол кезде баланың қасында отырған бақа оған өзінің улы түкірігін шаша бастады. Сол ақ екен дәу құбыжық басын көтеріп бақаны тап береді. Екеуі уылдырығын шашып көп айқасады. Біраз уақыт айқасады. Содан бақа мен құбыжық қол жерде берген құлайды. Кішкентай қыз есін жиып қатты дауыстан көзін ашса, қасында әрдайым сүйкімді болып өскен бақасы өліп жатыр екен. Ол өліп қалған бақаны құшақтап көп жылайды. Сәлден кейін ауыл адамдары қыздың денесін отқа жағу үшін інінің аузына келеді. Бір әлденаша өліп қалған шығар деп ойлаған ганнан өлген бақаны құшақтап жылап отыр екен. Ауылдың адамдары басында көрген кезде ол өліп қалған қыздың аруға деп қорқып ақырын басып барады. Алайда анықтап қараса құбыжық өліп жатқан екен. Ауыл адамдары қыздың тірі екенін көріп қатты қуанады. Есін жиған соң қыз өзін қорған бағанын жерлейді. Ауылда жатқан қайғылы ана қызын дін мамандарын осы жақсы күн тойлап, сол заманнан бастап қыздың құрбақасын шалмаған болыпты. Адамдар бәрін аласыз өмір сүріпті.